такой степени сондай банальный болып кетті, біз оған мән бермейміз да. Бірақ та осы нәрсе квантовый физикада дәлелденген. Және осы нәрсені түсінген кезде сен өміріңді өзгерте аласың. Яғни біздің вниманиеміз, да, бұған дейін де естідіңіз. Сенің фокусың қай жерде, сол жер өседі. Яғни сенің вниманиең қай жерде, сол жер өседі. Мен үнемі айтатын қарызға кірген адамдарға, қарызды ойлай бермеңіз. Ол логический адамға, да, былай ойлап қаратын болсаң, бір ақымақтың сөзі сияқты ғой, қарызың көп болса қалай ойламайсың деген сияқты. Бірақ та бұл жерде түсіну керек нәрсе, сен фокусыңды берген сайын сол нәрсе өсіп жатыр. Яғни сен қарыздың қалай болады? Бұл психика жағынан қалай болады, Қарызды ойлаған кезде не болады? Адамның денесінде тревога көтеріледі, тревожность көтеріледі, да, стресс, депрессия, денеде прямо өте қарызы көп адамдар келеді ғой маған арасында. Прям 15-20 миллион қарызы барлар. И оларда прям денесі до такой степени онемеет, прям қатып қалады, и олар ойлана алмайды дұрыс. Ондай состояние, қандай состояние? Ол сенің денеңде кортизол өте көп. Ондай кортизол, эмоция, гормондар ойнап тұрған ми дұрыс жұмыс істей алмайды. Бар фокус сол жерде, жұмыс істегісі келмейді, қашып кеткісі келеді, депрессияға кіреді, қолы жұмысқа бармайды, бір нәрсе бастайын десе ештеңе болмайтын сияқты, қолынан келмейтін сияқты, ары қарап уже психологический реакциялар, ойдың реакциясы, сезімнің реакциясы қосылады, и бұл адам соған сай әрекеттер жасайды, и әрі қарап қарызға кіре береді. Бұл қарапайым өмірдегі түсінік. Енді бұны физика, квантовая физика жағынан қалай түсіндіреміз? Да? Бұны эзотерика деп көп сенбей кетті ғой, но это не так. Это не эзотерика, это кәдімгі дәлелденген ғылыми физика. Дәлел. Яғни сенің фокусың қай жерде, сол жер өседі. Сен қай жерге вниманиеңді бересің, сол жер өседі. Өте көп қыздар бар, күйеуім измена жасайды ма деп қорқып жүрген едім, реально мен тауып алдым. Бұл қалай болып жатыр? Бұлай просто бүйтіп психологияны түсінбейтін, физиканы, квантовый физиканы түсінбейтін адамға келіп айтатын болсаң, оған шок болады. Ол тұрақты айтады, сен жынысың ба, қуасың ба, қалай мен өзім қиянат жасаймын. Но на самом деле біз өзіміз қиянат жасап жүрміз. Түсінбеген халде, бессознательно, неосознанно. Ол қалай? Қорқып, Инстаграмда біреуді көресің измена жасаған, или подругаңды көресің күйеуі измена жасаған, и сенде ой туады, мен күйеуімді измена жасап жүрген шығар. Немесе сен бала кезде бір ситуацияны көрдің, ағаң жеңгеңе измена жасады, немесе жездең әпкеңе измена жасады, соны көрдің, немесе мамаң папаңа деген сияқты, немесе да вообще көшедегі біреуді көріп қалдың да, и немесе просто қоғамның сөзі да, измена жасамайтын еркек болмайды деген. Это же не так, реально. Соны естіп алдың, сенің программа болып қалды, программадан кейін не қосылады, оған эмоция қосылады, и сен бар фокусын соған ауысады. Яғни күйеуің кішкене кешіксе күмәнданасың, тексересің, іздейсің, соңында бір ай өтеді, 2 ай өтеді, уже сен тауып аласың. Потому что это что? Это просто сен фокусты сол жаққа беріп қойдың, өте көп фокус беріп қойдың. Қарызға кіргендер, например, қарыздан шыға алмаймын деп ойлайды, реально так, реально солай қиналады. Қолынан бір нәрсе келмей жүргендер, мен қолымнан келмейді дейді. Соған байланысты эмоциялар сезінеді, соған байланысты ойланады, и соған байланысты нәтиже алады. Представляете? Бұл өмірде қалай болып жатыр? Енді осы нәрсені мен квантовая физика жағынан мен түсіндіріп берейін. Қалай ол квантовый әлемде болып жатыр. Бұған дейін де эксперимент көргенде шығарсыздар да, молекула. Давайте мына видеоны қарап кетіңіз бірінші. С квантовой механикой, а точнее с экспериментом с 2 щелями. Мы сначала должны посмотреть на то, как ведут себя частицы. Если мы будем обстреливать щит с прорезью небольшими твердыми шариками, то на экране, об который они бьются, мы увидим одну полоску. Если мы добавим еще одну щель и будем обстреливать щит, то на экране мы закономерно увидим 2 полоски. А теперь давайте посмотрим, как в этом случае себя поведут волны. Волны прошли сквозь прорезь и распространились, ударяя экран с наибольшей силой строго по линии прорези. Яркая полоска на экране похожа на полосу в первом эксперименте с твердыми шариками, но когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто иное. Если вершина одной волны встречается с вершиной другой, то они гасят друг друга, и на экране мы увидим интерференционный узор из многих полосок. Таким образом, если мы пропускаем твердые шарики через 2 щели, то видим 2 полоски, а вот с волнами мы видим интерференционный узор из многих полосок. Пока все понятно. А теперь давайте посмотрим на кванты. Фотон — это очень маленькая частица света. Если мы пропустим фотоны через одну щель, то увидим одну полоску на экране, как и в случае с твердыми шариками. Но если мы пропустим фотоны через 2 щели, то ожидаем увидеть 2 полоски. Но нет, каким-то мистическим образом на экране появляется интерференционный узор из многих полосок. Это ведь невозможно. Физики долго ломали голову над этой загадкой. Они подумали,
подумали, быть может, эти маленькие шарики бьются друг от друга, из-за чего отталкиваются в разные стороны и поэтому создают интерференционный узор из многих полосок. Тогда физики стали выстреливать по одной микрочастице друг за другом, чтобы не было ни малейшего шанса их взаимодействия. И вот тут у ученых случился когнитивный диссонанс. Вскоре на экране вновь появился интерференционный узор, нарушая все законы физики. Как же так? Как элементарные частицы могут создавать узор словно волны? Ведь их выпускали по одной. Этого никто не понимал. По логике получалось, что частица будто разделялась надвое, проходила через обе щели и ударялась сама о себя. Физики были полностью обескуражены этим. Они решили подсмотреть, через какую щель частица проходит на самом деле. Они поставили измеряющий прибор возле одной из щелей и выпустили электрон. Но в квантовой механике больше мистики, чем ученые могли себе представить. Когда они начали наблюдать, частицы снова стали вести себя как маленькие шарики и произвели изображение двух полосок, а не интерференционный узор из многих полосок. То есть сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит через одну прорезь, а не через две. Электрон решил повести себя иначе, как будто знал, что за ним наблюдает. Наблюдатель разрушил волновую функцию частицы лишь только фактом своего наблюдения. Остается странное впечатление, что природа знает не только, когда мы подглядываем за экспериментом, но и когда мы только планируем это сделать. Когда первопроходцы квантовой теории впервые обнаружили этот эффект наблюдателя, они встревожились не на шутку, поскольку он подрывал предположения, лежащие в основе всей науки, о существовании объективного мира, независимого от человека. Но если мир в действительности ведет себя в зависимости от того, смотрим ли мы на него, то что будет означать реальность на самом деле? Сегодня некоторые физики полагают, что квантовая теория может объяснить, как работает наш мозг, поскольку если квантовые объекты способны находиться в двух местах одновременно и мгновенно передавать друг другу информацию, то, возможно, и наш мозг, также использующий в своей работе квантовые эффекты, способен функционировать аналогичным образом. Вольфганг Паули и Юджин Бигнер в своих исследованиях пришли к выводу, что квантовая механика, включающая в себя сознание наблюдателя, может оказаться несовместимой с материализмом. Американский физик-теоретик Джон Уиллер, понимая, что это может привести к научному объяснению религиозной концепции, в свое время сделал заявление о том, что наблюдатель, Бог, необходим, чтобы привести Вселенную в бытие. Уиллер сформулировал антропный принцип участия, в котором отвел наблюдателю главную роль. Вселенная без разумного наблюдателя, в принципе, не обретает статус реальности. Ни одно явление во Вселенной не происходит без участия сознания наблюдателя. Внимание қай жерде, сол жерге молекулалар шоғырланды. Да, квантовый әлемде дәл солай. Барлық нәрсе өте қарапайым түрде дәл солай жұмыс жасайды. Осыны бір сезініп, осы менің қазір айтып отырғанымды просто ішіңізге түсіріп сезініңізші. Қайта-қайта көріңіз. Осы видеоны қайта көріңіз. Сіздің фокусыңыз, давайте услышьте меня. Сіздің фокусыңыз қай жерде, сол жер өседі. Яғни сен менің қолымнан келмейді деп жүрсің ба? Сенің қолыңнан келмейді. Потому что мына әлемде барлығы молекуладан тұрады, барлығы атомнан тұрады. Ғылыми жағынан келетін болсақ. Ал просто қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, сенің внимание қай жерде, сен көп нәрсені, сен не нәрсені көп ойлайсың, сол сенің шындығың, өзің туралы. Өзіңді сен ойлайсың ба, мен қолымнан келмейді деп, реальность сондай болады. Сен өзіңді ойлайсың ба, мен қолымнан кез келген нәрсе келеді деп, реальность сондай болады. Мен байқаймын да, мысалға, көп блогерлер бар, көп жаңағыдай сатушылар бар, прогресс мамандар бар, эксперттер бар. Олар ойлайды, да, кейбіреулер мықты сатып жатқандар, мықты ақша тауып жатқандар, олар өзінше ойлайды, мен кез келген нәрсені классно сатамын деп ойлайды. Реальность сондай болады. Представляете? Сондықтан да дәл қазір өміріңді өзгерту үшін өзің туралы ойды өзгерту керек. Яғни сенен басталып тұр ғой, мына әлем. Сенің айналаңдағы әлем, ол сенен басталып тұр. Потому что сен прожекторсың. Яғни сенің ішіңдегі болып жатқан ой, сезім, внимание қай жерде ішіңдегі, сыртқа көрсетпестен күнделікті нені уайымдайсың, не өзің туралы не деп ойлайсың, сол нәрсе, мынау просто әлем, мынау қазіргі реальность, біздің айналамыз, ол біздің экранымыз, үлкен экранымыз. Сол жерде кино ретінде сенің әлемің жүріп жатыр. Яғни күйеуім измена жасайды дедің ба? Жасады. Ақша табу қолымнан келеді дейсің ба? Келді. Келмейді дейсің ба? Келмейді. Яғни мен прям күшті адам бола аламын дейсің ба? Бола аласың.
бола алмаймын дейсің ба, бола алмайсың. Қарапайым просто оны қиындатып алатын біздің мимен. Не үшін қиындатып аламыз? Потому что бұған дейін қанша әрекеттер жасадық, қолымыздан келмеді. И бізде өзімізше шешім қабылдадық. Мен қанша тырыстым ғой, менің қолымнан келген жоқ деп. Да? Сондықтан да егер квантовый скачок жасағың келетін болса, нені қалайсың? Просто бар фокусыңды болмай жатқан өміріңде, нәрсеге емес, қиналып жүргеніңе емес, келмей жатқан ақшаға емес, бар фокусыңды қалаған нәрсеңе бұру керек автоматты. Яғни фокусыңды аласында, отырасында, қазір ақша таба алмай жүрсің ба, фокусыңды, мына фокус деген нәрсе ойлай беретініміз, да? Аласында, мен ақша уже тауып жатырмын. Қарызға кіріп кеттің ба, мен уже қарызымды құтылып тастадым. Қанша случай бар. Менде бір қыз әйел болды, и ол айтады да, мен ойша өзім образына айналдыра бердім, что бір ай бойы, что мен қарызымнан құтылдым, менде қарыз жоқ, и сол қарызым өзігінен өзі шешіліп кетті. Реально сізге қазір осы жерде отырып, өзіңіздің ішіңізден реально просто шешім қабылдасаңыз, все, мен уже барлық қиындықтан өтіп болдым, все, уже мен өмірімді өзгертемін деп, дәл қазірдің өзінде сіздің реалистіңіз өзгереді. Ол үшін сізге қымбат терапия да керегі жоқ, қымбат менторство да керегі жоқ. Просто отырасыз да, өзіңіз шешім қабылдайсыз, уәде бересіз, и менің вниманием не нәрсе болып жатса да, менің реалистім не нәрсе болып жатса да, мен бар вниманиемді енді қалаған нәрсеме бұрамын деп шешім қабылдаңыз. Потому что реальность ол итогы, яғни результаты. Бұған дейінгі сіздің ойларыңыздың результаты. Прикиньте, қазіргі сіздің реальностіңіз, тағы да давайте осылайша, қазіргі сіздің реальностіңіз бұған дейінгі ойлаған ойларыңыздың, эмоцияңыздың результаты. Прикиньте, енді дәл қазір түсініп тұрсыз, осознание болды сізде, да, осознавать еттіңіз, что барлық нәрсе менің миымда, менің ішімде. Қазіргі менің өмірім, менің кешегі ойым екен. Значит, ертеңгі менің өмірім өзгеру үшін, значит, мен қазір мына жерде ойымды, фокусымды, эмоциямды өзгертуім керек. Оны қалай өзгертеміз? Медитация кезінде. Просто отырасыз, өзіңізді жұмасыз, и бар фокусыңызды қарыздан ақшаға. Бақытсыздық жүрсіз ба? Бақытты күнге. Үйсіз жүрсіз ба? Үй алғаныңызға. Машина алғыңыз келе ме? Машина алғаныңызға. Просто фокусыңызды аласыз өзгертесіз. Түсінікті, да?